Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге алма қосылған бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін барлық заттарымды осылай дайындап алдым. Алманың сыртын, қабығын, қажет емес жерлерінің барлығын алып тастайтын боламыз. Осылай барлығын алып тастаймын. Барлығын тазалап алдық. Енді бұларды турап алатын боламыз. Мен өзіме жаңа торттың бетін әрлегенге алып қалатын боламын. Кішкене бөлігін өздеріңіз фантазияларыңыз бойынша өздеріңізде әртүрлі қылып алып қалсаңыздар болады. Немесе барлығын араластырып жіберуге де болады. Мен осылай кішкене бөлігін алып қалдым. Қалғанның барлығын майдалап, кубиктап, турап алдым. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Мына алмаларымыздың барлығын турап алдық. Енді жұмыртқамызды 4 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне шекерімізді аз-аздан қоса отырып, аппақ болғанға дейін көпіртіп алатын боламын. Шекеріміз еру керек, сол үшін аз-аздан қосып араластырып аламыз. Үстіне сұйық майымды құйып жібердім. Енді бізге сүт қажет болады. Мен сүт жоқ болғандықтан осы шадринскийді қолданып көрдім. Шадринский менде әдемі болады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлығын араластырып алғаннан кейін ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып араластырып жібереміз де. Бұны да миксермен жақсылап қамырын араластырып алатын боламын. Араластырып алдық. Енді осы тестамыздың үстіне алмаларымызды қосып жақсылап араластырамыз. Алманы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Мен бірінші рет жасап тұрғандықтан кішкене қостым. Газымызды осы кезде 180 градуста қыздырып алатын боламыз. Тапамызға құйып алғаннан кейін өзіңіз сәндеу үшін өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәнде беретін боласыз. Осылай болды. 180 градуста 20 минутқа қойып алдым. Жай пісу керек, орталары барлығы дәмді болып шығу үшін. Осылай қып-қызыл қылып пісіріп алдым. Енді бұның бетіне сахарный пудра шашып алатын боламыз. Кішкене суыған күтсеңіздер де болады. Бізде асығыс болғандықтан осылай ыстықтай кесіп, бетіне сахарный пудрамды шашып, балаларға беруге тура келді. Мына жерде табамыз ыстық болғандықтан алынбай жатыр. Мына шарлоткамыз осылай өте биік болып көтеріліп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Достар, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жолы қандай видео салғанымды қалайсыздар, соны да жазып кетсеңіздер болады. Ол мен үшін өте маңызды. Пирогымыз өте биік болып көтерілді, жұмсақ болды. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
менің арнама тіркеліп өз пікіріңізді жазып кетуді де ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.